Жетінші қатарға келдік. Ол үшін 3 ilmek тоқып аламыз. Жоқ, кешірім сұрайын. 3 ilmek тоқымаймыз. На аркаға дейін соединительный тоқып шығамыз. Ол үшін мына ilmekке қосамыз соединительный, екінші ilmekкен соединительный тоқимыз, үшіншіге соединительный, аркаға соединительный. Аркаға жеттік, енді 3 ilmek тоқып аламыз. 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2 ilmek тоқып аламыз. 1 ilmekке жіпті ораймыз. 2 ilmekке ораймыз. Аркаға кіреміз. Жіпті ілеміз, шығамыз. Қайтадан жіпті ілеміз. Тағы да бір рет көрсетейін. Ilmekке жіпті ораймыз. Екінші аркаға кіреміз. Жіпті ілеміз. 1 рет, 2 рет. Жіпті ораймыз. Аркаға кіреміз. Жіпті іліп аламыз. Шығып. 1 рет, 2 рет. Жіпті ораймыз. Аркадан шығамыз. 1 рет, 2 рет. Ilmek тоқып аламыз. Жіпті ораймыз. Аркаға кіреміз. Жіпті ораймыз. Аркаға кіріп, жіпті орап, шығып. Аркаға кіреміз. Жіпті іліп алып, шығып. Осы қатардан осылай 13 тоқып шығамыз. Қазір мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоқыдық. Енді сіздер 7 тоқып шығасыздар. 12-сін тоқыдық. Енді 13-інде үшеу тоқимыз. 1, 2, 3. Үшеу тоқимыз. Мына жерден 23 гүлше санап шығамыз. 23-ке емес, мына 24-шініге кіргізіп 3 столбик с накидом тоқимыз. Келесі аркада дәл осылай. Мына жерде екеу 27 тоқимыз. Барлығы 27 болу керек. 27-ші гүлге келдік. 27-ші гүлге үшеу тоқимыз. 2, 3 столбик с накидом тоқимыз.
Мына жақтан 23 санап аламыз. 23 гүл санап аламыз. 23-ші гүлге емес, 24-ші гүлге тоқитын боламыз. Бұған да 3 столбик с накидом тоқимыз. Келесіден 6 столбик с накидом тоқимыз. Осылай, осы қатардың барлығын соңына дейін тоқып шығамыз. Тоқып шықтық соңына дейін. Енді 1, 2, 3-ші ілмекке қосамыз. Қосамыз. Енді мына жерге соединительный ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, және 4. Енді 3 ілмек тоқимыз. Жанына 2 столбик с накидом тоқимыз. Бір ілмек тоқимыз. Енді 3 столбик с накидом тоқимыз. Дәл алдыңғы қатардағыдай тоқып шығамыз. Осы қатарды мына қолға дейін тоқимыз. Неге қолына жетіп қалдық. Қолында алдында 3 үшеуден тоқыдық. Енді мына біріншісінің арқаға тығып 3 столбик тоқимыз. Ілмек тоқимыз үшеуден соң. Тағы да сол жерге үшеу тоқимыз. Мінекей. Келесінде дәл осылай тоқимыз. Мына шетіне кіргіземіз. Бір ілмек тоқып аламыз. Мінекей. Қалғанын дәл солай екінші қолға дейін тоқып шығамыз. Мінекей екінші қолына келдік. Мына жерде үшеу тоқығанның біріншісіне, бірінші аркасына тоқимыз.
Екіншісі бірінші емес, екіншісіне тоқимыз. Мінекей. Қалғанын дәл осылай осы қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, соңына дейін тоқып шықтық. Үшінші ілмекке қосамыз. Үшінші ілмекке қосамыз. Мінекей, енді сіздер әрі қарай қаншалықты ұзындықта керек, соншаға дейін тоқып шығасыздар. Сіздердің мынандай гүлдеріңіз жаңағы алдында қолды бөлетін кезде қанша болды? Мысалы, менде 99 болды. Қолына 23, екі қолына 23, алдына 27, артына 26 кетті. Егер сіздерде 98 шықса, онда сіздерде алдында 23, артында 23, алдында 26, артында 26, қолында 23 шығады. Бұл 6 айлық және до 1 жасқа дейінгі қызға арналған көйлек.